Енді тоғызда бір кәдімгі бойды. 1, 3, 5, 7, 9. Болма? Иә. Тек тұр. Зүл. Тек тұр. Қазақстан Республикасының әнұраны орындалсын. Қадірменді ағайын, қадірменді жастар, ақсақалдар. Мінекей енді сонша күннен бері атамыздың, Қаражон атамыздың атына бір футболдан турнир өткіземіз деп дайындалып жатырмыз. Мінекей сол бүгін қуанышты сәт Төлеген Айбергенов атындағы мектепте өткізгелі тұрмыз. Енді сөз бастауын Адырбек Бейімбетов заң саласының үздігі Адайбек ағамызға береміз. Құрметті бауырлар, мына спорт бағзы заманнан бері қазақ халқының серігі болып келген. Әрқашанда бұрын футбол болмаса да әртүрлі сайыстар өткеріліп тұрған. Бүгінгі өткізбекші болып атқан шараларымыз құтты болсын. Сіздерді, жастарды әсіресе біріктіретін, бауырластыратын, алға қарай бір стимул болатын шара болсын. Осы шараны ұйымдастырып атқан жігіттерге, осы мектептің директоры қарындасымызға үлкен рахмет айтамын. Мына өркендерің жайыла берсін. Әрқашанда жігерлерін тасып, алға қарай ұмтыла беріңіздер. Мына шарамыз абыройменен жеңіспен өтсін. Әр қайсыңызға жеңіс тілеймін. Жеңіс дегеніміз тек қана кубок алу немесе сыйлық алу емес, ол өздерінің денсаулықтарыңызды шыңдау, бір-біріменен бауырласу, танысып білу, ата-бабаларымызды құрметтеу, тағылар деп білемін. Соның үшін іске сәт, бәріңізге амандық, ауызбіршілік, ынтымақ тілеймін. Рахмет. Сөзді осы Төлеген Айбергенов мектебінің жанашыры Құрбанбай Өсеров ағамызға беремін. Саламатсыздар ма, құрметті жастар, азамат жігіттер. Мына мерекенің, спорттық мерекенің мына Төлеген Айбергенов ағамыздың атындағы мектепте болуы бір символический бір жағдай.
осы Төлеген Айбергеновті бүкіл қазаққа одан да кеңінен тартуға, танытуға өзінің жәрдем береді. Және осы мектептің абырайын бұдан да бетер көтеруге белгі береді деген сөз. Осындай шаралар, осы мектепте одан да үлкен кең шаралар өте берсін. Артта тұрған осы ұйымдастырған жігіттер оған атсалыса берсін деп тілеймін. Мектеп директоры Әлия апайларымға жұмысында табыстар болсын, осындай ұйымшылықта барлық уақытта алда жүрсін. Мектептің абыройы арта берсін. Рахмет. Мына сөзді осы шараның басы қасында жүрген, ұйымдастырып жатқан Қадырхан ағамызға береміз. Қадырхан Тұрлыбаев ағамыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Бұл Қаражан атамыздың асы берді осы 12-13-де. Одан кейін ол Ақтөбе қаласында болды, одан кейін Нүкіс қаласында 30-ында болды, октябрьдің. Ең соның жалғасы атамызға мына турнир өткеріп жатырмыз осы жастардың арасында. Мына жастар барлық кезде алда болыңдар, өнегелі болыңдар. Сол бір-біріңізбен тату-тәтті болып, жақсы болып жүріңдер. Қазақстан елін танытатын осы спортшы мен әншілер, қазір Диманшы ініміз бүткіл Қазақстанды дүние жүзіне танытып жатырды. Енді болашақ сіздер де сөйтіп алға қарап, өніп өсіп, тарқата беріңдер Қазақстан елін. Алға. Ендігі сөзді осы Төлеген Айбергенов мектебінің директоры Юсупова Әлия ханымға. Ал қайырлы күн, құрметті қонақтар, ағалар, Төлеген Айбергенов атындағы киелі шаңыраққа қош келдіңіздер. Спорт жанашыры деп, спортқа қызығушылық танытқан жастар, жігіттер, қош келдіңіздер осы шаңыраққа. Шынымен де жанашыр адамдар жиналды деп ойлаймын бұл жерде. Адамның тұлға ретінде қалыптасуына әрқашанда өнер, білім және спорт керек. Соның бір ұшын сіздерге қайтсем де дарытамын, қайтсе де осы спортшы болып шықсын деген ниетпен мына ағалардың бастап жатқан бастамалары оңынан болсын. Көп рахмет. Кейбір қазіргі замандағы бір қиын дүние, ата-аналар мектепке барлық нәрсені ысырып тастайды, тәрбиемен мектеп айналысу керек деп жатады. Осы тұста сіздердің осы тәрбиеге араласып, осындай іс-шаралар өткізіп жатқанға мен өте қуанып тұрмын. Бастамасы ғана болсын, жалғасына үнемі табылып, осы іс-шараның ізі жалғаса беретініне мен сенемін. Сәттілік мына бүгінгі абыроймен өткізіп, жеңімпаз атанып, ағаларды айтып жатыр, жеңімпаз ол бірінші орынды иелеу емес, өмірде жеңімпаз болу керек. Ол үшін мен айтқандай өнер, білім және спортты бірдей ала жүру керек. Сонда әдемі, жақсы тұлға, ел тұтқасын ұстайтын болашақта сондай азаматтар шығады деп мен сенемін. Сәттілік, көп рахмет сіздерге. Сөйлейтіндер бар ма тағы? Ал енді, құрметті спортшылар, жастар, мына ойын, спорт миллиондар ойын дейді, футбол миллиондар ойын дейді. Сол миллиондар ойнап жатқанның ойын, енді бір-біріңізге бауыр, бір-біріңізге жарақат салып, бір-біріңізге бір басқа да шаралар жасамаңызды өтінеміз. Бір жақсы техникалық, жақсы ойын болсын. Сол бәрімізге сәттілік. Ал құтты болсын ағайын. Судьяны таныстырмадың ғой, футболдың судьяны. Команда бар. 1 минут, 6 минуттан аут аяқпен болады. Мына судья, бас судья, төреш. Бас судья Қайрат Дакенов, орныңызда тұрып қойыңыз. Ғазизов Қайрат, әкесі Дакенов.
Қайрат Арал командасында ойнаған қазіргі тәлімгері жақсы. Так, бірінші ойын Арлан мен Қайсар. Шыға беріңіз.